Жаздың ыстық күнінде жеңіл әрі дәмді салат іздеп жүрсіз бе? Онда бүгін сіздермен тез дайындалатын жазғы салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қияр, помидор, икра, пияз, майонез керек болады. Барлығын видеодағыдай ұзынша етіп турап аламыз. Салатты ұсынғанға дейін еш араластырмай, осылай дайын күйінде беретін боламыз. Тек дайындау барысында осылайынан тарелкаға сала берсеңіздер болады. Бұл салатты төртбұрышты етіп турасаңыздар да болады, мен сияқты ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Бір рет жасап көрсеңіздер, қайта жасай бергілеріңіз келе беретін салаттың бір түрі. Оңай жасалады, тез жасалады. Қонақ келіп қалса да ұялмай беретін салаттың бір түрі. Міне, біздің сергітетін дәруменге толы жазғы салатымыз дайын. Бұл салат ет тағамдарымен де керемет үйлеседі, әрі жеңіл, кешкі асқа таптырмас таңдау. Рецепт ұнаса лайк басып, жазылып, тағы қандай рецепт көргіңіз келетінін пікірге жаза кетіңіз.